Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қысқа өте жақсы сақталатын, атылмайтын, көпіршіктер шықпайтын, яғни қысқа өте жақсы сақталатын компоттың рецептісімен бөлісетін боламын. Жабылу жолы өте оңай. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай мен сияқты ассорти етіп жапсаңыздар болады, немесе сары компот, немесе тек қана қызыл компот, яғни алшаның өзінен ғана жапсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен сіздерге ең тиімді жабу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болуды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен осылай банкаларымыздың барлығын жақсылап жуып, төңкеріп аламыз. Қатты кеуіп, стерилизовать етіп алудың қажеті жоқ. Сосын бірден осылай үлкен ыдысқа су құйып қайнатуға жібереміз. Көбірек су қойғандарыңыз дұрыс. Мен сыртта тағы бір газге үлкен ыдысқа су құйып қойдым. Бізге көбірек су қажет болады. Содан соң осылай керекті фрукталарымыздың барлығын жақсылап жуып дайындап аламыз. Мен алманың ортасын осылай тазалап алып тастаймын. Бүтіндей салсаңыздар да болады. Негізі осылай тазалап алып тастағандарыңыз дұрыс. Сонымен біздің барлық фрукталарымыз дайын. Енді кезекте банкаларға салып шығуға көшеміз. Осылай барлығын бөліп, біркелкі етіп салып шығатын боламыз. Менде ассорти болғандықтан алша, алма, сосын өрік қостым. 4 штук қана банканы тек қана өріктен жаптым, яғни тек қана сары компот болды. Қалған барлығын осылай ассорти етіп салып шықтым. Неге бізде барлық фрукталарымызды салып дайындап алдық. Бұл кезекте біздің суымыз қайнап қалады. Осылай суымыз қайнаған кезде біз крышкаларымызды салып, жақсылап қайнатып алуымыз қажет. Крышкамыз қайнайды дегенше біз барлық банкаларымызға қант салып шығамыз, яғни шекер, құм шекер. 3 литрлік банкаларға 2 бокалдан саламын, ал 2 литрлік банкаларға 1,5 немесе 1 бокалдан салып шығатын боламын. Бұл өте тәтті болады. Бұның бір жақсы жері қыста бірге бір су араластырып ішуге болады. Осылай тәттісін көп етіп жасаймын. Барлық қантты салып шыққан соң, жаңағы қайнап тұрған суымызды осылай банкаларға бөліп құйып шығамыз. Кастрюлемізде жартысынан аздау су қалу қажет. Осылай су қалған кезде 1 немесе 2 ожау мұздай су құйып жіберіп, 3 литрлік банкалардан 3, ал 2 литрлік банкалардан 4 етіп салып, осылай қайнататын боламын. Қатты қайнап тұрған су болу керек емес кастрюльде, өйткені банкаларымыз жарылып кетуі мүмкін. Банканың ішіндегі судың температурасы мен кастрюльдің ішіндегі судың температурасы бірдей болу керек, сондықтан 1-2 ожау мұздай су құйып жібердім. Осылай біздің суымыз қайнап шыққан соң ровно 20 немесе 25 минут қайнататын боламыз. 25 минут қайнап шыққан соң алып, бірден жауып, орап тастайтын боламыз. Дәл осы реттікпен бірінен кейін бірін банкалардың барлығын қайнатып жауып алатын боламыз. Осы судың ішінде әрі компотымыз да дайын болады, әрі банкаларымыз стерилизовать етіп, яғни автоматты түрде стерилизовать етіліп, атылмайтын, өте сенімді компоттарымыз шығатын болады. Мінекей бір банканы жабуға алып, кішігірім мұздай су құйып жіберіп, кейінгі банкаларымызды салып, тағы да қайнатып аламыз. Қайнап шыққан соң 20-25 минуттан кейін жауып тастайтын боламыз. Мен жаңа бірінші алған банкаларым үстінен баса отырып, осылай айналдырып жауып алатын боламыз. Жауып алған соң міндетті түрде жақсы жабылды ма жоқ па тексеріп алыңыздар. Кейінгі банкаға кірісетін боламыз. Барлығын осылай үстін баса отырып жауып алатын боламыз. Жаңа айтып өткенімде мен бірден жапқан банканы бірден орап тастайтын боламын. Сонда жақсы стерилизовать етіліп, ыстық жерде жақсы сақталатын болады. Мен дәл осылай жауып бір түнге қалдыратын боламын. Мінекей барлық банканы дәл жаңа реттікпен жауып дайындап алдым. Осылай орап бір түнге қалдыратын боламын. Жаңа көбірек су қойыңыздар деген себебім бірінен кейін бірін банкаларды сумен толтыра отырып, кастрюльдің ішіне салып, осылай қайнатып жауып аласыздар. Мінекей мен сіздер үшін бір
бір банканы ашып құйып көрсетіп жатырмын. Негізінде банка жапқан кезде мен ашпаймын, қыста бірақ ашамын. Сіздерге көрсету үшін осылай бір банканы аштым. Осылай өте қою, өте дәмді компоттар шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жауыңыздар. Өте сенімді, атылмайтын, қысқа өте жақсы сақталатын банка, яғни компот жаудың рецептісі осы. Сақтап алып немесе туыстарыңызға жіберіңіздер, барлық туыстарыңызбен бөлісіңіздер, осы рецепті пайдаланыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта күнделікті жаңа видео рецепт шығып отыратын болады. Жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да өздеріңізге керекті қысқа арнап жабатын салаттардың рецептімен бөлісетін боламын. Жіберіп алмаңыздар.